Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Біз бүгін жақсылық етсең өзіңе, жамандық етсең өзіңе тәмсілін тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түрейік. Бір диуана ел ақтап, шаһардан шаһар кезіп, ұзақты күн қоржын артқан қашырының үстінде жүреді. Айтар сөзі: жақсылық етсең өзіңе, жамандық етсең өзіңе деген мақал болса керек. Күндердің күнінде есік алдына шығып тұрған еріккен кербез әйел келе жатқан диуананы көріп: «О, сұм неме, міне саған жақсылық та, жамандық та, ал да же, арам қат» деп у қосып пісірген табан нанды ұстата салады. Нанды қоржынына салып алған диуана ел ақтап, жұрттың қол қайырын алып жүре береді. Диуана шаһардан шаһарға бет алады. Жапан далада шұбап келе жатқан керуенді көреді. Керуен соңында жаяулар да келеді. Керуен жақындай келе диуананың қасына келіп тоқтайды. Дуана, жүрген жерің мейірімді, қайырымды болсын» деп сәлем береді керуен басы. «Жүрер жол, басар тауың жеңіл болсын» деп диуана жауап қатады. Керуен соңында азып тозған аталы балалы екеу тұр екен. «Ей диуана, біздің күн қараң болды, азық таусылды. Мына тағдырдың тәлкегіне ұшырап, қарақшыларға тоналған аталы балалы екеуіне жүрек жалғар бірдеңе болса бер» дейді керуен басы. Қайырымды диуана қоржыннан бір таба нан алып екеуіне бөліп береді. Неше күн ашыққан олар таба нанды қомағайлана жей бастайды. Нанды жеп бола бере әуелі бала, одан кейін әкесі құлайды. Сол құлағаннан тұрмай жан тапсырады. Неше күн, неше түн жол азабына бірге көріп келе жатқан ер азаматтардың өлгендеріне көзі жеткенде диуананы бас салып тепкілей бастайды. Диуананың ауыз аштырмай сабай береді. Бір мезет диуана үн қатады: «Уа қайырымды адамдар, мені жазықсыз таяқтадыңдар. Ел берген қайыр садақаны алып жүре бердім. Кімнің не бергенін қайдан білейін? Бірақ мен осы таба нанды берген үйді білемін» дейді. Ар жағын айтқызбай керуеншілер бастырмалата жөнеледі. «Жүр, бізді сол үйге баста». Өліктерді артып алады. Диуана бастаған керуеншілер әлгі таба нанды берген әйелдің үйіне келеді. Керуеншілер түйелерін шөгеріп, өліктерді түсіреді. Жүгіріп далаға шыққан сылқым әйел өліп жатқан күйеуі мен жалғыз баласын көріп, өз ісіне өзінің жаны күйзеледі. Ақыры ішқұса болып өледі. Әйелдің зұлымдықпен жазықсыз жанға жауыздық жасамақ әрекеті өз алдына көр болып қазылады. Міне, жақсылық етсең өзіңе, жамандық етсең өзіңе деген мақал осыдан қалған екен. Құрметті оқырмандар, сіздерге бұл тәмсіл ұнаса, парақшаға тіркеліп, лайк басыңыздар. Келесі қызықты тәмсілді жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.